Бүгін 20 мамыр 2025 жыл, ежевика. Бір кісілер сұрайды, қалай су бару керек, қалай не беру керек деп сұрап жатыр да, соған жауап берейін дегенім ғой. 2 жылдық ежевика. Оларға қазір бактерия берем. Бір жеттен кейін азот суымен берем, бір шелек, 1 литр бір шелекке, 10 литрге. Бактерия апта сайын бір рет, сосын кейін чередовать етіп, жаңағыдай азот. Одан кейін тауықтың саңғырығын жаңағы езіп 1 литрін 15-20 литрге араластырып беріп отырмын. Күн ыстықта 3 күнде 4 күнде бір суарып отырамын. Күн ыстық болса. Мынау хлорозбен алып тұр екен. Бұған азот керек көбірек. Азот болса орнына келеді. Ешқандай ауру емес, хлороз.